Азық-түлік салынған арбаны сүйреп, дүкеннің шығар есігіне қарай адымдаған еркін тым асығыс. Жиналысқа кешігіп қалатын түрі бар. Осындай уақытын дұрыс жоспарлай алмайтын, межелі уақытта келмейтін адамдарды суқаны сүймейтін ол, бүгінгі өзінің мына тірлігіне көңілі толмай қатты ашулы. Әншейінде дүкен аралау, азық-түлік алу келіншегінің жұмысы еді. Бірақ бағана ауылдан нағашы ағасы хабарласып, қалаға келетінін, бұлардың үйіне тоқтайтынын ескерткен соң, келіншегі Самал өзінің үлгермейтінін алға тартып, бұған ұзын-сонар тізім салып жіберген. Тізімін түгендеп, сапырылысқан адамдармен қақтығысып жүріп, шұбатылған кезекте тұрып, қанша уақыт жоғалтқан еркін қайта-қайта сағатына қарағыштап, адымын жылдамдатып-ақ келеді. Қырсыққанда қымыран риді демекші, шығар есік алдында да қаптаған адам кептелісіп қалған екен. Қыстырылысып далаға зорға шықты. Енді арбасын бар күшімен итеріп, жүгіре басып сағатына тағы бір қарағаны сол еді, шыңғырған дауысты естіп тұра қалды. Қап, мына қырсықтай асығамын деп жүріп арбасымен бір қызды қағып кетіпті. Қатты қаққаны соншалық, талдырмаш денелі қыз бала анандай жерге ұшып түсті. Қызым-ау, байқасаң болмай ма? Қай жерден шыға келдің, а? О, Құдайым-ай, бір жерің ауырып қалмады ма? Деп қасына жетіп барып, қолынан тартып тұрғызғысы келген бұған шытынай қарап, ағай, қазір өзім тұрамын деп қолын тартып алған қыз қолымен жасаураған бота көздерін сүртіп жерде отыр. Жасы 15-16 шамасында, қою қара түсті шашы иығына түскен, әдемі өңіне бота көздері ерекше шырай беріп тұр. Ақырындап орнынан тұрып, үстіндегі қысқа жейдесі мен тыртыққан шалбарын қағып жатқан қыздың басынан сипап, қызым, жаман ағаңды кешіре көр, асығам деп тіпті сені байқамай қалыппын, еш жерің ауырып қалмады ма? Мүмкін ауруханаға барайық па? Қатты құладың ғой, деп қипақтап тұрған еркінге бота көздерін төңкеріп қарап, ештеңе етпейді аға, өзімнен де бар, жан-жағыма қарамай, құлағымдағы ойнап жатқан музыкадан сіздің келіп қалғаныңызды естімей қалыппын. Кішкене мына қолым ауырып тұр, ештеңе етпес, жазылып кетер деп, оң қолын көтеріп, қанап тұрған алақанын сүйкімді еріндерін шүртитіп үрлей бастады. Еркіннің көзі қыздың білегіндегі білезікке түсіп кетті. Аппақ маржанмен түзілген білезіктен салбырап тұрған ай мен жұлдыздар жалт-жұлт етеді. О тоба, бұл сол білезік қой, дәл өзі. Қызым, мына білезікті сен қайдан алдың? Қолына шап беріп ұстай алып, екі көзі қолындағы білезікте боп тұрған еркекке қорқа қарап, шегіне берген бойжеткен, анамның сыйлығы, деді ақырын сыбырлай. Артынша бота көздері от шашып бұған ашулана, сізге өзі не керек? Менің білезімде неңіз бар? Қолымды жіберіңіз, деген қыздың қолын бірден босатып, өңі қып-қызыл болып алабұртып кеткен еркін, кешірші қызым, кешірші мені, анаңның аты Айсұлу емес пе? Иә, Айсұлу, сіз менің анамды танисыз ба? Иә, қалқам, танимын. Сенің есімің кім? Айкөркем. Әрине, мұндай сұлу қыздың аты да ерекше сұлу болуы заңды деп ойлаған еркін жалынышты дауыспен. Айкөркем, ботам, маған анаңның телефон номерін берші, маған онымен хабарласып кездесу керек, деді. Жоқ, танымайтын білмейтін адамға қалай беремін? Сіз өзіңіз беріңіз номеріңізді. Анам керек десе өзі хабарласар. Ал хабарласпаса ше? Мен оны таба алмай жүргеніме қанша жыл болды. Енді таптым-ау дегенде қайта жоғалтып алғым келмейді. Оны енді анам өзі шешер. Маған аты жөніңіз бен нөміріңізді беріңіз. Мен уәде берейін, анама сіздің сәлеміңізді жеткіземін. Қыздың байсалды жауабына айтар лажы болмай, өзінің қалтасынан аты жөні жазылған карточкасын шығарып, қыздың қолына ұстатты. Еркін Біржанұлы, директор, деп соза оқыған Айкөркем еркінге сынай қарап қояды. Жарайды аға, анама міндетті түрде беремін, ал енді мен кетейін. Жоқ, Айкөркем, маған ең құрмағанда өзіңнің телефоныңды берші, мазаңды алмаймын, уәде беремін. Бұл мен үшін өте маңызды, түсінесің бе? Жарайды, деп өз нөмірін айтқан Айкөркем ақырын басып дүкенге қарай бет алды. Еркін арбасын сүйретіп көлігіне қарай ілбіп басып келеді. Уақыт тоқтап қалғандай, жаңа ғана жұмысына жетуге асығып аптығып келе жатқан оның енді ештеңені ойлауға мұршасы жоқ. Бар ойы Айсұлу болып, көлігіне келіп, терең дем алып, көзін жұмып біраз отырды. Хатшы қызға хабарласып, бүгінгі жиналыстың болмайтынын, өзінің енді жұмысқа келмейтінін ескерткен соң,
көлігін оталдырмаған күйі отырғанына да бірталай уақыт болды. Ойлап қараса, одан бері 17 жыл өте шыққан екен. Ол кезде еркін жоғары оқу орнын бітіріп, өздерінің қалаларына қайтып келген кез еді. Жұмысқа әлі тұрмағандықтан, күндіз демалып, кеш батса достарымен бастары бірігіп, бірде мейрамхана, бірде түнгі клубта алаңсыз уақыт өткізетін. Сымбатты, келісті жігітке қызға қарап, қиылып қалатын қыздардың қатары да көп еді. Күнде бір қызбен көңіл көтеріп, жалғанды жалпағынан басып жүрген сол кездер ай. Жұмысқа кіруге асықпай, күнде ертеңге қалдырып жүрген еркіннің демалысы ұзарып кеткен. Сол күні кеште досының туған күнін тойлап, өте көңілді отырған. Қарама-қарсы орналасқан столда отырған 4-5 қызға көңілі ауа берді. Әсіресе қолақпандай бұрымы, белінен төмен түскен, қап-қара бота көздері әдемі өңіне үйлесе кеткен, барлығы сықылықтап күлген кезде, ақырын ғана жымиып отырған ару қызға ерекше тамсанып қарап қалған еркіннің екі көзі сол аруда. Жымиған кезде екі бетінің шұңқыры өзін керемет сүйкімді қылып жібереді екен. Алғашқы баяу би қойылған беттен жылдам басып, қыздарының жандарына барып: «Сәлем сұлу қыздар, кештеріңіз әдемі болсын. Сізді биге шақыруға болады ма?» деп сұлу бикештің көзіне көз жанарын қадаған бұған барлық қыздар жалт бұрылып қызға қарап қалған. Басын ақырын ғана изеп, орнынан тұрып, бұған қолын ұсынған бойжеткеннің қыпша белінен қапсыра ұстап, баяу ән ырғағымен ақырын теңселіп жүр. «Қарындас, танысайық, есімім Еркін болады. Айсұлу, айдан да күннен де сұлу екенсіз шынымен де» деп күлімсіреп қалжыңдаса жөнелген Еркін екеуінің әңгімесі жараса кеткен. Айсұлу құрбыларымен оқу орнын бітіргендерін атап өтуге жиналған екен. Ертең таңертең барлығы Астанаға қыдырып барып келмекші. Содан келген соң жұмысқа орналаспақ бойы бар екен. Өзіне ыңғайлы жұмыста тауып қойған секілді. Қыздың нәп-нәзік қолдарын қыса ұстап, білезігіне назар ауған Еркін: «Не деген әдемі, бұрын соңды мұндай көрмеппін» деген тамсанып. Әппақ ақ маржандар түзілген білезіктер әдемі ай бейнесі мен кішкене жұлдыздар салбырап жалт-жұлт етеді. «Өзімнің жасап алған білезігім, менің бойтұмарым десем де болады» деп күлімсіреген Айсұлу ақырын қолын босатып алып: «Екеуміз тым көп билеп кеттік қой, басқалардан ұят болар. Рұқсат болса, менің орныма шығарып салыңызшы» деген қиылып. Одан кейін де бір-екі рет биге шақырған. Еркінмен өзін салқын ұстаған Айсұлу кеш ортасында жоқ болып кетті. Тіпті қай уақытта шығып кеткенін байқамай қалған Еркін санын соғып қалды. Айсұлудың құрбысы Динарадан ертең таңертең Астана пойызға отыратындарын сұрап біліп алған. Ол таңертең ерте тұрып вокзалға басына барған. Бірақ қанша күтсе де қыздарды таба алмай, Астанаға жүретін пойыз ұзап кеткенге дейін қарап тұрып, салы суға кетіп үйіне оралған. Сол күні кешке қайтадан сол мейрамханаға барды. Неге екенін қасында ешкім болмаса да, қайта сол жаққа баруға аңсары аудыда тұрды. Мүмкін Айсұлуды кездестіріп қалармын деп ойлаған. Ол кеш бойы жалғыз өзі есікке қарады да отырды. Өкінішке орай, Айсұлу да құрбылары да келмеді. Мейрамхана жабылар уақытқа дейін отырып, сырттағы сәкіге келіп жайғасқан ол, аспанда толысып, қалықтап тұрған айға қарап, тамсанып қояды. Бүгінгі түн ерекше жарық, ай топ-толық болып тұр. Қайтуға оқталып орнынан тұра бергені сол еді, сәкінің астында жылтыраған затқа көзі түсіп кетті. Қолын алып қараса, білезік. Иә, дәл сол білезік. Айсұлудың білезігі. Қатты қуанып, жүрегі дүрсілдеп ала жөнелді. Демек, жоғарыдан бұл екеуінің қайта кездесуін құптап тұр екен бір Алла. Енді міндетті түрде оны іздеп тауып, бойтұмарын өзіне қайтарып беруі керек. Зуылдап күн артынан күн өтіп жатты. Еркін Айсұлуды қанша іздесе де таба алмай-ақ қойды. Расымен де атынан басқа ештеңе білмейтін үлкен қаладан қызды табу шөп ішінен ине іздегенмен тең еді. Жұмысқа тұрып, кешкі қыдырысы да азая бастады. Уақыт өте Айсұлуды жолықтырудан күдер үзе бастағанмен де, білезігін үнемі төс қалтасына салып алатын әдет тауып алған. Бір күні түскі асын ішіп болып, асхананың терезесіне сыртқа көз салып отыр еді, жолдың арғы бетіндегі үлкен қара жіпке жақындаған бойжеткен мен шымыр денелі бойшаң келген жігіт ағасына назар ауды.
қолындағы раушан гүлдерін иіскеп қойып, ырғала басқан сайын артындағы бұрымы тербеліп кетіп бара жатқан ару көзіне оттай басылды. Айсұлу жүгіріп далаға шыққанша көлік тым алысқа ұзап кеткен еді. Номерінде көре алмай қалды. Сонда қалай? Бұл сыртынан меншіктеніп жүрген Айсұлу біреудің құшағына кіріп, біреудің сүйіктісі болып үлгерген бе? Алқымына тіркелген өксік өзегін өртеп жіберді. Енді не істесе екен, қалай табады? Үмітсіз шайтан демекші, сонда да күдерін үзбей, әр жұма сайын кешке Айсұлумен жолыққан мейрамханаға барып отыруды әдетке айналдырған еркінге көздерін сүзіп, қиылып қарап өтетін, тіпті батылданып бұны биге шақырып танысқысы келетін қыз-келіншектер аз емес еді. Бірақ еркіннің ешкіммен танысуға құлқы жоқ, жүрегіне берік орналасқан Айсұлуын күтумен, іздеуден уақыты өтіп жатыр. Сол бір кеште әдеттегідей өзінің столына жайғасып, салқын сыраны ұрттап қойып отырғанды. «О, сұлу жігіт, сәлем, вот это встреча!» деп айқайлай жанына жақындаған бойжеткенді қайда көріп едім деп таңданып отыр еді. «Не, танымай қалдың ба? Осы жерде танысып едік қой, мен Динарамын» деп саңқылдап тұрған қызды құшақтай алды. Динара Айсұлудың құрбысы ғой. Дереу ас мәзірін тапсырып беріп, Динараны тергей бастады. Өзінің бұларды іздеп вокзалға барғанын да, одан бері де қанша уақыт Айсұлуды іздеп жүргенін де жасырмады. «Мен сол кезде-ақ сенің Айсұлуды ұнатып қалғаныңды сезгемін. Тіпті сол кеште-ақ сенің үмітіңді үзгім келген. Айсұлу сол кездің өзінде-ақ өзінен көп үлкен кісімен жүріп жүрген. Неге екенін білмеймін, өзі сондай әдемі ғой. Соған қарамай артынан сен сияқты өзіне сай жігіттер жүгіріп жүрсе де, сол кісімен көңіл қосты. Ол өзі көп шешіліп әңгіме айта бермейтін тұйық қыз ғой. Сол кеште де сол жігіт сымағы келіп алып кетті емес пе? Ертеңінде бәрімізді өз көлігімен Астанаға барып тастады. Сыпайы жомарт жан, бірақ Айсұлудың жанында әкесіндей. Қазір қайда, ол не істеп жүр? Жақсы бір үлкен мекемеге аға есепші болып жұмысқа тұрған. Ол да болса сол Папигеннің арқасы шығар. Әйтпесе біз әлі жүрміз ғой, дұрыс жұмыс таба алмай, деген Динара өз қызғанышын бүгіп қала алмады. Міне содан берілген мекенжайға ертерек жетіп алып, жұмыстың аяқталуын күтіп тыпыршып тұрған еркіннің бар ойы сүйіктісін байқамай өткізіп алмау. Ақырын басып келе жатқан Айсұлуды алыстан байқап, жүрегі дүрсілдеп ала жөнелді. Ол да жақындап қалған еркінді көріп, шын қуанып, күлімсіреп жайнап, қағып жылдамдықпен жеткен қасына. Тіпті ол да бұны күтіп, сағынып жүргендей, ботадай көздері мейірленіп, екі бетінің ұшындағы шұңқыры түрін нұрландырып, еркелей басып келген еді. Бірақ жанына жеткен кезде көздерін мұң басып, жүзін бұрып ала қойды. «Еркін, сіз қайдан жүрсіз?» деп салқын ғана амандасқан оның жүзінде қуаныштың ізі де қалмаған. Көз алдында болған өзгеріске таң қалған еркін оны талай іздеп зорға тапқанын айтқан кезде шәлкес қабағын көтеріп, «Неге іздедіңіз?» деген сызылып. Еркін қалтасынан білезікті алып шығып, қолына тағып бергенде көздері қайтадан от шашып, қуанышын жасыра алмай, беті алаулап кеткен Айсұлу әп-сәтте қайтадан сұп-суық кейіпке еніп, «Рахмет сізге, несіне әуре болдыңыз? Бұл зат сонша бағалы дүние емес қой», деді. «Қалайша бағалы емес, бойтұмарың емес пе?» «Иә, көп рахмет сізге, кешіріңіз, мен асығыс едім». «Айсұлу, мен сені енді жіберіп, жоғалтып алғым келмейді. Жүрші, екеуміз мейрамханаға барып біраз сырласайықшы», деген жалынышты үнмен еркін. «Жоқ, бүгін емес, бүгін мен бос емеспін, кешіріңіз», деп жүгіре басып ұзап бара жатқан бойжеткеннің артынан қарап тұрып қалған еді. Бірақ содан кейін жұмыс орнын біліп алған соң, күнделікті оның жұмыстан шығуын күтіп, кездесуге шақырып қоймай жүріп, екеуі сол өздері кездескен мейрамханаға келген сол бір кеште. Екеуі де ашыла сөйлесіп, біраз сырласып, әдемі отырып еді. Билеп жүріп, ақырын белінен тартып, мойнынан иіскемек болған еркінді өзінен итеріп жіберіп, орнына қарай асыққан Айсұлуға, «Мен сені сүйемін. Сені алғаш көргеннен-ақ бар жүрегіммен сүйіп қалдым. Өтінемін, мені өзіңе итермеші», деген аптығып. «Кешір, еркін, менің сүйген адамым бар. Біз екеуміздің бүгінгі кездесуіміздің өзі үлкен қателік», деп асығыс жиналған Айсұлу далаға қарай асықты. Жоқ, артынан қуып жеткен құшақтап алған күйі бал еріне жабыса кетті жігіт.
Қызда құшағында еріп бара жатқандай, екеуінің жүректері бір соғып, махаббаттың бал шырынына мас болып, бастары айналып, ғажайып бір күйге түскен. Аспанда жымыңдаған жұлдыздар мен толықсыған ай екеуінің махаббатына куә болып, нұрын шашып тұр. Сол бір сәт екеуі де сезім нұрына бөленіп, бақыттың нақ шыңына шыққан еді. Бірақ есін жинап ала қойған Айсұлу еркінді өзінен итермелеп, жыламсырап: Жоқ, маған бұлай істеуге болмайды, кешірші мені. Неге, айтшы жаным, айтшы маған. Мен де сеземін ғой, сен де мені жақсы көресің. Неге ендеше сезімге беріле алмайсың, айтшы маған, өтінемін. Мейрамхана алдындағы сәкіде екеуі таңға дейін отырды. Еркін Айсұлудың әңгімесін бөлмеуге тырысып отыр. Біз әкем тірі кезде өте жақсы тұрушы едік. Үйде не керектің бәрі бар. Үйде екі баламыз, мен және сіңілім Күнсұлу. Екеуміздің әке-шешеміз ерекше еркелетіп, бетімізден қақпай өсірді. Анам ешқашан жұмыс істеп көрмеген, бірақ үй шаруашылығын бір өзі атқарып, әкешім жұмыстан келгенін тосып, тәтті тағамының түр-түрін жасап, сіңілім екеуміздің сабағымызды қарасып, түрлі үйірмелер мен қосымша сабақтарға тасып, бір тыным таппайтын. Екеуі бірін-бірі қатты құрметтейтін. Біз олардың бір ретте болсын ренжіскен сәтін көрмеппіз. Бірақ мен мектеп бітірер жылы әкем көлік апатынан көз жұмды. Сіңілім менен 10 жас кіші. Шешеміз қамқоршы тірегінен айырылған соң жағаға шығып қалған балықтай күй кешті. Ешқашан ақшаны қалай табамын деп ойлап көрмеген, ешқандай жұмыс жасап көрмеген анам әкемнің жылы өткенін есін жия алмай жүрді. Туған туыс, дос-жарандардың қолдауымен біраз жинақталған қорменен бір жыл өткен соң көрер күніміз қиындап кетті. Тіпті жылу мен суға төлейтін ақша болмай қиналып қалдық. Сол жылы мен де оқуымды бітіріп, бірақ тегін оқуға түсе алмай қалдым. Ақылы оқуға түскенімен оны қалай төлерімізді білмесек те, әйтеуір оқудан қалмай жүрдім. Анам басқа жұмыс таппай, бір кеңсенің еденін жууға кірді. Оған қоса өзіміз тұрып жатқан үйдің 5 подъездін жуатын. Әйтеуір таңнан кешке дейін жан таласып тауып жүрген нәпақасы ішіп жем мен пәтерақыдан артылмайтын. Мен де анама көмек болсын деп мейрамханаға даяшы болып жұмысқа тұрдым. Оқуым бар, жұмысым бар, сүр жығылғанмын. Әйтеуір тапқан ақшамды үнемдеп жинап, оқуымның ақысын төлеймін. Солай әкемнің орны үрейіп, үңірейіп, оның қамқор алақанын аңсап, әйтеуір өлместің күнін көріп жаттық. Сөйтіп жүргенде жаңа оқу жылы басталып, мен 2-ші курстың студенті атанып, Күнсұлу 2-ші сыныпқа көшкен жылы әншейінде тынымсыз, жылдам, ақжарқын көңілді жүретін Күнсұлу сіңілім кенеттен бейжай халге түсіп, сабақтан келе сала сұлқ түсіп жата беретін болды. Басында мектепке әлі бойы үйрене алмай жүрген шығар деп, өзіміздің жұмыс оқуымызбен есіміз шығып, оған көңілде бөлмеген екенбіз. Тек 2-3 ай өткенде ғана дәрігерге көрсеткен кезде анам екеуміздің үстімізден мұздай су құйғандай болған дәрігерлер үкімі ми обыры болып шықты. Уақытты өткізіп алғанымызды алға тартқан ақ халаттылар жедел түрде ота жасауға басқа елге бармаса, аман қалуы екі талай деді. Ал ол отаға қажет қаражатты айтқан кезде екеуміз де еңіреп жылап жібердік. Ондай ақшаны өлсек жинай алмаймыз, сөзсіз еді. Күнсұлудың жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Енді тек жата бермей, ауру қысқанда, жанын қоярға жер таппай, құлағындағы даусы шығып, шыңғырып жылап кеткен кіп-кішкентай сіңілімді көру мен үшін ең ауыр азап еді. Анамның халі тіптен нашар, өз-өзін жұлып жеп, ұйқы күлкіден қалған. Ауру асқынған сайын айына бір укол салып жанын тыныштандыруға болатынын айтқан. Бірақ оның да құны біз үшін сұмдық. Не істерімізді білмей түрлі қорларға да хат жазып көрдік, бірақ еш жауап болмады. Үйімізді сатқанмен де оның ақшасы ештеңеге жетпейтін еді. Мен анамның орнына барып, оның кеңсесін жуып жүрдім. Сол жердің бастығы Қайсар деген кісі маған сүзіле қарап қалатын. Біраз уақыт өткеннен соң маған көңілін білдірді. Әкемен шамалас, жанұялы еркектің мына қылығына таң қалып, ашуым келді. Сіз не, мені қай басынғаныңыз? Мен сіздің қызыңыздаймын ғой, деп бетін бірден қайтарып тастадым. Бірде кешкісін кеңсеге кеп жұмысқа кірісіп жатқан едім. Ашық тұрған бастықтың бөлмесіне анамның "Жоқ, мен оған еш уақытта да келсе алмаймын" деген ашулы даусын естіп, есік сыртына тұра қалдым.
Сіз мені дұрыс түсініңіз. Айсұлуды бір көргеннен ұнатып қалдым. Бұл сезімді бұғаттау қанша тырыссам да қолымнан келмейді. Мен оны шын бақытты еткім келеді. Ол бақытты болуға әбден лайықты жан. Оның еден жуып жүргенін көрудің өзі мен үшін азап. Түсінесіз бе? Ал мен әйеліммен ажырасып, оған үйленгім келеді. Сіздердің бар жағдайларыңызды жасаймын. Күнсұлуға керек дәріні алып беремін. Ота жасауға қажет қаражатты да тауып беруге уәде етемін. Айсұлу маған көнбейді, бірақ ол сізді қатты құрметтейді. Сіздің ақылыңызды тыңдайды. Сіздің көмегіңізбен оның ойы өзгеруі мүмкін. Ол әзірше мына бір айдың уколын ақшасын алыңыз деп бір бума ақшаны анама қарай сырғытты. Жоқ, керек емес. Мен бұл туралы Айсұлумен сөйлесе алмаймын деген анам жылап жүгіре басып шығып кетті. Мен де дымымды білдірмей үйге қайттым. Көз ісіп кеткен анам маған ештеңені білдірмеді. Күнсұлудың күні бойы қатты қиналғанын айтып, көзінің жасын сығып, шарасыз күйде отырған анамды қатты аяп кеттім. Жанымдай жақсы көретін сіңілімнің қиналған сәттері көз алдыма келіп, сол түні шешім қабылдадым. Сөйтіп өзім барып Қайсарға, мен анаммен екеуіңіздің араларыңыздағы әңгімені естідім. Егер сіз айтқан уәдеңізде тұрып, Күнсұлудың жазылып кетуіне ықпалын тигізетін болсаңыз, мен сіздің ұсынысыңызды қабыл алдым. Бірақ анам мен сізді ұнатып қалды деп ойласын. Ол кісі бүгінгі әңгімені білмей-ақ қойсын деді. Осылайша мен өзім сүймейтін әкемдей адамның нақсүйеріне айналдым. Айсұлу күрсініп алып әңгімесін ары қарай жалғады. Қайсар жаман адам емес, мені шын сүйеді, бар жағдайымды жасауға тырысады. Қазір әйелімен сот түрінде ажырасып, шешімін күтіп жүр. Айтқан сөзінде тұрып, анам екеуі Күнсұлуды шетелге апарып, ота жасатып та келді. Қазір сіңілімнің беті бері қарап қалды. Әлі де қымбат дәрі-дәрмектермен күтінумен жүр, бірақ бұрынғыдай қатты қиналмайды. Сондықтан да еркін, мен сені қабылдай алмаймын. Сен әдемі, ақылды жігітсің. Сендей жігітті ұнатпауым мүмкін емес. Жасырмай-ақ қояйын, менің де саған деген сезімім жоқ емес, бірақ мен саған лайық емеспін. Екеуміз ешқашан бір бола алмаймыз. Сен әлі-ақ керемет жанды кездестіріп, шын бақытты боласың. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.